Баршаңызға сәлем. Бүгін менде осындай жеке тапсырысқа ие болдым. Мұнда Нұргүл есімді ханым осындай боялған гипсофиланы беріп жіберіпті, яғни алқа дайындаса болады ма деп. Әрине болады. Бұл гүлдер өзі тез кебетін гүл, боялған, шайырдың құрамында болған кезде араласқанда өзін жақсы ұстайды, яғни бояуы шығып кетпейтін гүлдердің бірі. Кейбір гүлдерді бояғанда жаңағы бояу шайырға салған кезде бояуы шығып, сарғайып, немесе өзінің түсін өзгертіп жатады. Мұнда байқасаңыздар 3-4 түсті гипсофила гүлдері бар. Енді қазір біз осыдан шайырымызды араластырып, дайындап қойып, жұмысқа кірісетін боламыз. Тапсырыс берушіге мен осыншама молдтар түрін ұсындым. Яғни негізі мен сырғаларға қолданатынмын. Мынау сырғаға қолданылатын. Ал қалғандары бізде, яғни алқа болуға дайын мұндай тесіктермен бар. Бұл қатқан кезде уже дайын тесігі болады. Ал мыналары оны әбден қатып, полировкадан кейін дремельмен тесу керек болады. Міне осы түрлері, мынау Пандора тәріздес моншақтың молды, міне мынау тамшылар, міне 3 түрі бар, 4 түрі бар. Осының барлығысымен мен алқалар жасадым, әшекей белдер жасадым. Енді қазір біз тапсырыс берушімен бір молдты таңдаймыз. Мен осындай стакандарды қолданамын. Бұл стакандарды, мысалы, аз мөлшерде шайыр араластыратын болсам, оларды мен қысқартып кесіп тастаймын. Өйткені мына стаканның бойына аққан смола, олар жабысады, сол жерде аққан кезде біраз қалып қояды. Сол үнемдеу үшін мен осылай кейде стакандарды қиып тастаймын. Және әрбір шайырды араластырған кезде, яғни дайындаған кезде мен 2 данасын дайындаймын. 2 стакан, яғни біреуіне қазір таразымен өлшеп құямын да, онымен біраз араластырып, ашық болғанын күтіп, 2 стаканға құямын. Алдымен шайырды құйып аламыз. Бұл бізде А компоненті. Мысалы, бізде 5 грамм 82 миллиграмм болып шықты. Ал қатайтқышты қосу үшін осы 582 граммды 2-ге бөлеміз. Бізде 2-91 грамм шықты. Енді осы жаңа құйған шайырымызға қатайтқыштан 2-91 грамм қатайтқыш қосуымыз қажет. Ең бастысы 2-91-ден аз болмау керек. Кейде 1-2 миллиграммға біз артық құйып қалуымыз мүмкін. Одан ол ештеңе етпейді. Бізде мысалы 3 грамм болып шықты. Таразы бізге қажет емес. Енді осы шайырды жақсылап тұрып араластырамыз. Түбін, жан жағын, бүйірлерін барлығын осылай ағаш таяқшамен араластыруымыз қажет. Өйткені бізде қатайтқыш көбінесе мынау түбіне тұнып қалатын бір өзінің қасиеті бар. Қазір осы сәтте көпіршіктер пайда болады, және 2 компонент қосылған кезде кішкене бұлыңғыр болып түсі көрініп тұру мүмкін, мутный болып. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біз сәл бір 5-6 минут уақыт береміз де, оны біз 2-ші ыдысымызға ауыстырамыз. Міне мен араластырдым, көпіршіктері бар. Енді осыны 2-ші ыдысқа құямын. 2-ші ыдысқа құйып болған сонда осы жақсылап араластырып алыңыздар. Және кішкене
уақыт беріңіздер, ішіндегі көпіршіктері барысы шығу қажет. Біз мындай молд таңдадық, яғни сырға гвоздики және кішкентай алқа. Мынаның ішін мен су сабынмен жудым, фейримен, сондай шампуньмен де жуа салуға болады. Ішінде шаң, тозаң, ешқандай кедергі жасайтын ұсақ заттар болмауы қажет. Осыдан ең үлкен формасынан гвоздики дайындайтын болдым. Және осы гүлге қосымша ретінде осындай азатамыз гүлін қосатын боламын.